Сәлем достар, сіздермен бірге аспаз келін. Бүгін осындай керемет жұмыртқасыз панкейк дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап отбасыңызды қуантыңыздар. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін төмендегі қызыл кнопка подписаться батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен осылай сүтімізді құйып аламыз. Бөлме температурасындағы сүт болады. Содан соң қантымызды саламыз. Дәміне қарай өздеріңіз көп қоссаңыздар да болады. Мен 3 ас қасық қант салдым және шым тұз салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және ұнымызды салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мөлшерлерін описанияға тастап кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Жақсылап комочкасы қалмайтындай қылып араластырып аламыз. Сіздер егер көп мөлшерде қажет болса, онда 2 есеге ұлғайтып жасасаңыздар болады. Менде 16 штук панкейк шықты. Енді сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тағы да кейін табамызды қыздырып, осылай бір қасықтан салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Неге піскенін осылай осындай тесікшелер пайда болады. Содан соң аударатын боламыз екінші бетіне. Табамызға май жақпаймыз. Осылай екі жағын пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі де көп рецепттер болады.